Сәлеметсіздер қадірмен көрермен, сіздер IT сервис кезек каналын көріп отырсыздар. Бүгін біздер ремонтқа келіп түскен телефон ол iPhone 6s. Келген мәселесі телефонның түбі заряд алмай жатыр екен. Неке біздің iPhone-ның шынырын тұқсақ, заряд алмайды. Алмайды емес, алады. Ана өшіп тұрған кезінде зарядтың белгісі шығады дейді, бірақ қосылған кезде 4-3%-дан ары қарай көтерілмейді дейді. Енді клиент әкеліп қалды. Бұл жерде біз темір жағынан болайын деп тұр бұл жерде. Егер сіздер байқаған болсаңыздар, мына жерде шнур толық кіріп тұрған жоқ телефонның түбіне. Яғни проблема, яғни мәселе осының түбінде болады. Түбін жақсылап қарайсыздар. Мына экранға ол қазір көрінбейді ол бізге негізі. Бірақ біз оны тазалаймыз соның үшін. Бірінші сіздер тазалап көріңіздер. Оның үшін тазалап көресіздер. Яғни ішінде қоқыстар, мусорлар жиналып қалады. Қазір көрейік, ішінде мусор бар шығар. Өйткені толық кірмеген екен. Мына қараңыздар, топырақ шығып жатыр астынан. Қараңыздар. Не деген сұмдық, қараңыз. Кешіресіздер, клиенттер жалақтып қалды. Яғни, ішін бәрін тазалайсыздар ғой. Егер орыс тіліндегі көрермендеріміз көріп жатса, надо гнезда iPhone очистить. Орысшалап қосып сөйлеп қояйық. Яғни түбін тазалап шығастырам неке. Бірақ әйтеуір былайынан оңды соңды қозғай берудің қажеті жоқ. Ішінде тістерін абайлау керек бұның. Сәл тазаланған сияқты. Кәдімгі үйдегі қолданбайтын кәдімгі тіс щеткасын қолдансаңыздар болады. Использование деп айтып жатамыз ғой, орысша, үрлей жібересіздер кішкене. Бірақ ішінде әлі де болса мусорлар бар екен. Қоқыс толып қалыпты астына. Клиенттер шалғытып жатыр енді бізді. Егер сіздерде үйде үй жағдайында болсаңыздар, енді спирт бар болса, кәдімгі этил спирт дейміз ғой. Сол спиртті кішкене шашасыздар. Андай полға, щеткамен соң кішкене сулап аласыздар да басын. Түбін тазалайсыздар. Мусорлардың астында. Кір, шаң деген сияқты лай. Баклашкамен қап болса оны тазалап тастайсыздар. Жақсылап қарайсыздар. Енді көрінбейді ше, әрине. Ішінен мусор шықты көрдіңіздер. Бірақ өздеріңіз қараған кезде шығады негізі көрінеді. Яғни ішіндегі. Іші негізінде iPhone-ның заряд алатын іш жағы, кәдімгі заряд кіретін іш жағы аппақ болып тұру керек. Мынандай түсте болады іші. Іші аппақ болады мынандай. Аппақ болып тұру керек. Сонда ол заряд алып, қосылып, процент көтеретін болады. Екеуіңіз біз телефонға сұқып көреміз. Заряд алып жатыр ол бізде. Қызыл жанды көрінген болса. Яғни біз қазір бүйтеміз, телефонды біз қойып қоямыз, және паузаға қойып қоямыз. Процент көтеріп жатқан телефон қазір бізде қосылған соң, процент көтеретін, көтермейтін көретін боламыз бірге. Жоқ, мінекей қараңыздар, дереу ол қосылды мінекей. Қазір көреміз. Яғни қосылып ішінен 5% болатын болса, 6-7-ге көтерілген бірге бақылап көретін боламыз қазір.
Мінекей бізде 3% болып қосылды телефон. Сол қазір 4-5 көтерілген екен көреміз. Және байқасаңыздар, түбіндегі шнур жақсы кіріп тұр. Көрдіңіздер ғой, толық кіріп тұр. Заряд дейді, 3%. Қазір паузаға қойып қоямыз, сосын жалғастырамыз. Процент көтерген бірге көретін боламыз. Мінекей достар, телефонымыз 3%-дан 7%-ға дейін көтерілді. Егесінің айтуынша 3-4-5-дің заряд алатын, одан кейін алмайтын деген еді. Яғни көріп тұрсақ, мына түбін тазалағаннан телефон заряд алды. Яғни үй жағдайында осылай тазалап көрсеңіздер болады. Егер ол жағдайда алмайтын болса, онда астыңғы шлифтін ауыстыртасыздар. Сонымен достар, егер видео сіздерге ұнаған болса, пайдасы тиген болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Сіздердің каналға тіркелгендеріңіз біз үшін өте үлкен бір жетістік, және бізге білдірген сіздердің алғыстарыңыз болады. Келесі видеоларда кездескенше, алдағы уақытта бізді көптеген қызықты мәліметтер, видео сабақтар күтуде. Каналымыздан ажырамаңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.